Әскери қызметшілерді баспанамен қамтамасыз ету бойынша жаңа түзетулер 2025 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енеді. 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін әскери қызметке шақырылған әскери қызметшілер тұрғын үймен қамтамасыз етілмеген кезеңдері үшін мемлекеттен бір жолғы тұрғын үй төлемдерін ала алады. Сонымен бірге бұл төлемдерді әскери қызметтен босатылған кезде алу критерийлері өзгерді. Енді бір жолғы тұрғын үй төлемдері шекті жасқа жеткенде, денсаулығына байланысты, штаттың қысқаруына байланысты және отбасылық себептер бойынша жұбайының қызмет орнын өзгертуді қоспағанда жұмыстан босатылған кезде алыну мүмкін. Тиісінше 2025 жылдың 1 шілдесінен бастап келісімшарт мерзімі аяқталғаннан кейін жұмыстан босатылған кезде бір жолғы тұрғын үй төлемдері қарастырылмаған. Төлемдердің өзі ипотекалық қарыздан аспайтын сомада есептелетін болады. Мысалы, әскери қызметшіге тұрғын үймен қамтамасыз етілмеген кезеңдері үшін 20 миллион теңге саналатын болса, ал ипотекалық қарыз 10 миллион теңге болса, жаңа заңнама бойынша әскери қызметші ипотеканы толық өтеу үшін 10 миллион теңге ғана алады. Бұл шара 2025 жылдың 1 шілдесінен дейін ипотека алған әскери қызметшілерге қолданылмайды. Тұрғын үй төлемдерін пайдалану мақсаттары қысқартылды. Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап, олар тек тұрғын үй сатып алуға, соның ішінде ипотекаға, тұрғын үй жинақтарын жинақтауға, тұрғын үйді жалға алуға ғана пайдалана алады. Бұл ретте әскери қызметшілер тұрғын үй төлемдерін жалдау үшін небәрі 8 жыл пайдалана алады. Ал осы мерзім өткеннен кейін ақша тұрғын үй төлемдерін жинақтауға жұмсалады. Сондай-ақ 2025 жылдың 1 шілдесінен бастап жалға беру шарттары мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс. Сонымен қатар түзетулер әскери қызметшінің, сондай-ақ олардың жұбайлары, жақын туыстарынан тұрғын үйді жалға алуға немесе сатып алуға тыйым салынады. Егер әскери қызметші ипотеканы алып қойған болса және шотында тұрғын үй төлемдерінен қосымша ақша қалса, енді олар жылына бір рет қарызды мерзімінен бұрын өтеуге пайдаланылады. Тұрғын үй төлемдерінің артық сомасын басқа мақсаттар үшін алуға тыйым салынады. Егер әскери қызметші тұрғын үй төлемдерін басқа мақсаттарға жұмсаған болса, ол бұл ақшаны мемлекетке қайтаруға мәжбүр болады. 2025 жылғы 1 шілдеден бастап тұрғын үйге, яғни бұрын жекешелендірген тұрғын үйге құқықтарын жүзеге асырған ақшалай өтемақы бір жолғы тұрғын үй төлемінен алған немесе тұрғын үй төлемдерін пайдалана отырып ипотеканы өтеген әскери қызметшілер қызмет бабында басқа елді мекенге ауысқан кезде оларға қызметтік тұрғын үй беріледі. Ал тұрғын үй болмаған жағдайда оларға әдеттегі төлемнің 50% мөлшерінде тұрғын үй төлемдері тағайындалады. Әскери қызметшіге қызметтік тұрғын үймен қамтамасыз етілгенге дейін тек жалдау үшін беріледі. Егер әскери қызметші ұсынылған қызметтік тұрғын үйден бас тартса, онда төлемдер тоқтатылады. Некеде тұрған әскери қызметшілер екінші деңгейлі банктерде отбасына бір ғана арнайы шот аша алады. Егер ерлі-зайыптылардың екеуі де әскери қызметші болса, олардың қайсысы төлем алатын өздері шешеді. Ақшаны ерлі-зайыптылардың шоттары арасында ресми түрде аударуға болады, ал басқа шот жабылуы қажет.